Сағындық аға, сізге қояр бірінші сұрағым енді жеңіл салмақ өкілдерін өзіңіз айтып өттіңіз, ұзақ қашықтыққа шабатын сәйгүліктер тәрізді мықты болып келеді. Жалпы Әлібек-Ырыстың осы бір ерекшелігі, Джохар Ескеевтің да қандай бір ерекшеліктері өзіңіз байқайсыз сырттан? Енді екеуі де мықты, лайықты. NFC найза белбеуіне менің бойымша бұл 5 раунд бәрі өтіп шығу керек. Енді бәрі Алланың қалауында. Әлібидің қолы да, аяғы да, күресі де жақсы. Қол, аяғы, күресі де жақсы. Енді бұл жерге екеуін бөле алмаймын. Ардақ жанкүйерлер, қазір Джохар Ескеевтің тарапынан нәтижелі шабуылды көрдіңіздер. Джохар Ескеев осы 21 жылы жекпе-жек өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткен. Соңғы осы NFC 33 және найза 36 турнирінде ол Аслан Утегалиевті 3 раунд қорытындысы бойынша ұтқан болатын. Әлібек-Ырыс қазір Джохар Ескеевтің бір қысымына төтеп беруде барынша. Тамаша. Әлібек-Ырыс тұрсынша тиісінше соңғы жекпе-жегін Аслан. Ол да Аслан Утегалиевке қарсы өткізіп, чемпиондық статусын қорғап қалған еді. Енді қазір жекпе-жегімізге оралсақ, Джохар Ескеев өткір шабуыл шебінде жүр дәл қазір. Тіпті агрессияға толы ашық айқас, әрбір соққысына күш салады, тепсе де ұрса да. Демек бұл бәлкім уақытынан бұрын аяқтағысы келген шығар. Екеуін жүріп қойды. Екі бірдей соққыны өткізіп алды қазір. Жақсы. Әлібек кішкене шапшаңдау. Шындығында жылдамдық тұрғысында Әлібектің күрес бермеу керек. Сәл бір басымдығы бар. Күрес тұрғысынан Джохар Ескеевтің мықты шебер шыққандығын білеміз. Әлібек-Ырыс қазір осы позициядан ыстылып шығып кетудің жолын қарастырады. Джохар Ескеев қапталға қарай ойысты, қарсыласының қапталына қарай ойысы өзі бақылауының жағдайын жақсартып алмақ. Тізесін пайдаланып көрді. Енді бұл 5 раундқа жоспарланған айқас титулды чемпиондық жекпе-жек, сондықтан жігіттер бойындағы күш қуатын барынша 5 раундқа теңдей бөліп үнемдеуге тырысады. Бірақ бірінші раундтың қарқынына қарап шындығында өте бір үлкен бір класспен төбелесіп жатқан Джохар Ескеевтің басты қаруы дейді ойлайсыз? Джохар енді күрес. Енді жаңа қолмен Әлібек кезек кішкене Захар көрінеді, қайттан Джохар күреске кіріп. Функционалды тұрғыда шындығынан екі жігіттің өте шымыр екендігін білеміз. Тамаша соққы, бірден Ескеев жауап қатты жұдырығымен. Бұл енді жеңіл салмақ өкілдерінің соққыларына ілесу мүмкін емес. Шындығында өте жылдам болып келеді. Бірден аяққа ұмтылыс, Ескеев берген жоқ. Өзі қарым тауып жасады. Әлібектің тосқауына тап келді бірден. Және шынтақ түске осты дұрыс, өте жақсы. Джохар Ескеев қазір тартысты жекпе-жек болып жатыр, әдемі. Джохар Ескеев қазір раундтың басындағы бір өткірлігін жоғалтып алғандай көрінеді. Мұндай жекпе-жек шаршатады адамды, шаршатады. Түсіну керек, күрес, қол, аяқ қазір өзіңіз көріп жатсыз. Тамаша! Және жекпе-жек аяқталды. Ардақты жанкүйерлер! Осылайша
Alibi Ыдырыс бірінші раунд аяқталар тұста. Тіземен соққы жасап, тамаша жеңіске жетті. Өте тартысты жекпе-жек басталғанды еді, бірақ Alibi Ыдырыс осы өзінің чемпиондық статусын лайықты түрде қорғап қалды. Қазір қайталап көрсек, ауыр нокаут әрі Ақлия Әскербайұлы дер кезінде араласты. Әйтпесе Alibi Ыдырыстың үстемелей ұрған соққысы шындығында Джохаревскийдің жағдайы мүшкіл болар ма еді. Қаталай, дед. Джохаревский сөзсіз ұтылды. Ауыр нокаут. Alibi Ыдырыс өз чемпиондық белбеуін қорғап қалды. Жаңа ғана Магомед Кабардиев кештің бонусы. Міне, екінші бонус. Маған кесілі деп сенімді түрде айтқан сияқты еді. Сол тұста осы жанкүйерлердің арасынан біреу Alibi Ыдырыс бар ғой деп бір айтқан еді. Демек енді кештің екі бонус иегері қазір чемпиондық титулды табыстау рәсімі және жеңімпаздықтау рәсімі. Тамашалаймыз, ардақ жанкүйерлер. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Әскербайұлы бірінші раундың 4-ші минут мен 54-ші секундында тоқтатты. Ladies and gentlemen, a referee of this bout, Әскербайұлы, stopped the bout in 4 minutes, 54 seconds of the very first round. Winner by knockout and still NFC flyweight champion of the world.